Саламатсыздар мағза халқы. Мен Нұркен Айнабек. Түркістан облысы Сайрам ауданы Қарамұрт елді мекеніндегі номер 6-шы Киров атындағы мектепте тұрмыз. Бұл мектепке біз қазір қайтып келген себебіміз, осы мектепке 2022-2023 жылы 500 миллион қаржы бөлінген, соның ремонтына, капитан ремонтқа. Бірақ жұмыс толық істелінбеген, ақша талан-тараж болған. Біз сол бойынша осы биылғы жылы 24 жылы шілде-август айында көтергенбіз. Сол кезде Сайрам ауданы прокуроры шұғыл әрекет істеп, осы бойынша аудит тағайындаған, аудит тексеру. Енді ол кезде біз айттық, мынау екі қабатты зданияны 3 этаждап поездік құжат істеген, 3 этаждап қабылдаған. Böyle жоқ корпусты айтып қосып берген ғой. Негіз бұл мектеп бірақ корпус, ақ корпус болды. А деген бірақ корпус. Бірақ бұлар мынаны главный корпус, ақ корпус 3 қабатты, мынау асхананы 2 этажды, мынау пробнасымен тұрған спорт залды 3 этаж деп поезд істеткен, поездіға сол зала жетілген, сөйтіп 3 этаж деп қабылдап жіберген. Сөйтеді де ақша бойы талан-тараж болды. Біз соның бәрін өткенде көтергеннен кейін аудит тағайындады прокуратура. Соны енді Түркістан облысының ішкі істер, жаңағы Түркістан облысы бойынша ішкі аудит мемлекеттік басқармасының ревизор аудиторы Нұрлан Көтбосыновтен келген осы жерге. Екеуміз келдік, бәрін крышаға дейін шықтық, әр шегесіне дейін. Сөйтіп 220 миллион үстінде жұмыс орындалмаған ол келісті, дәлелдеп бердік, сөйтіп жазалып кеткен. Сөйтеді енді бірінші осы 24-ші бірінші қарашаның аудитінің қорытындысын шығарады. Бар болғаны 42 миллионға жұмыс істелмеген деп береді. Сөйтеді 11-ші қарашаға дейін уақыт береді оларға қалпына келтіруге. Ешкім қалпына келтірмеді. Енді қызығы, сол кезде аудитор, Нұрлан Көтбосынов деген, маған аудиттің қорытындысын неге жіберіп қойдым деді. Аудиттік есепті, аудиттің қорытындысын облыс прокуратурадан жібердім, Сайрам прокуратурасына жіберіп қойдым деді. Бүгінгі күнге дейін аудиттің қорытындысын тығып отыр, прокурор өзі аламай отыр одан да. Өйткені мына жерде көп нені 200 миллионға жуық қаржыны орындалмаған жұмысты аудитор тығып қойып отыр. Мен айтайын, мына жерде мынау сыртына, мына жердің өзі көгалдандыруға, благоустройство дейді ғой. Осының өзіне смета бойынша 35 миллион зала шетілген. Бірақ бұлар ештеңе істемеген. Мына арша, гүлдің бәрі бұрыннан, благоустройство бұрыннан бар. Бұлар неге 3 КАМАЗ асфальт төгіп берген болды алдына. Ар кетсе 5 КАМАЗ. Мұны сол кезде поезд істеткенде, қабылдағанда, сол кезде Сайрам ауданының білім бөлім бастығы Гүлнар Тынымбаева деген болған. Ол сөйтіп жүргенде өзіне жеке меншік мектеп салып алған, Парасат деген. Ол мектеп заңсыз, қылмыстық жолмен қазір жұмыс істеп жатыр ол. Мына қасында Нұрлы жолда сондай, ар жағында Бундеркиндте мектеп сондай. Заңсыз бір құжат жоқ. Біз оны көтеріп жатырмыз қазір. Ал мынаның жұмысын жүргізген фирма Сервис Центр 2007 деген фирма негізі. Бірақ оны субподрядқа алып уақытша істеген Ерлан деген жігіт, мен ақшаны жоқ қойған, жұмыс істелмеген. Тағы да айтамын. Мынаның сырты сапалы плита қойылу керек болған. Мектеп сыртына. Мына бордюрдан бастап мына. Дуалдың ішіне арматураны істеп, одан кейін минбата салып, кейін барып плита жабысу керек болған. Бұлар алғанда мынандай жапсырған. Мына пенопластта ар жағын ұрып жіберген. Құлап жатыр бәрі. Мынау корпус Аның өзіне 165 миллион бөлінген. Бұл жерде 30 миллионда жұмыс істелінбеген. Мына айнектер үлкен болған, 2 метрден болған. Соны бұзып, жан-жанын бәрін сапасыз, құрылысқа қолдануға болмайтын шлакоблокпен пескоблок қала жіберген. Оның бәрі тұр. Енді осы бойынша жаңағы орындалмаған 42 миллион бойынша сол кезде білім бастығы Гүлнар Тынымбаева мен осыны жұмыс істеген бас мердігер Сервис Центр 2007 деген, соның бәрін қамап ұстау керек бар. Бұған енді қызығы поездіға 7 корпус деп зала жеткен ғой. Бөлі бірақ корпус. Тағы да айтамын, бірақ корпус. Мынаны 3 этаж деп зала жеткен сметаға. Өзі мыналарға білмеймін қалай. Не сөзіміз жоқ. Мен құрмет Түркістан облысы прокуроры, құрметті Сайрам ауданы прокуроры. Осы бойынша заң шара қабылдау, уже процессуалдық шешім қабылдау керек. Болды берді уже.
Бұл жерде жаңа Түркістан облысының ішкі аудиттің мемлекет мекемесінің орынбасарында, орынбасар кім еді ана? Сәбит пе еді? Сол еще мынау жаңа аудиторы Нұрлан Көтбосынов өздеріне қылмыс қозғау керек қой еді.